Салмақ қосуға 8 кеңес. Салмақ жинай алмай жүрген жандардың жанды жері арықсын ғой деген сөз. Әркім көп тамақ ішу керек қой деп ақылын айтып жатады. Бұл үшін тек көп тамақтан да басқа көмек керек. Дастархан үстіндегі тамақты бірақ жеу бұлшықетке салмақ жинауға кедергі келтіреді. Оған қоса, күнделікті ішіп жүрген тамақтың көлемін 2 еселеу керек. Артық қыламын деп тыртық қылып жүрмес үшін не ішіп, не жеп жүргеніңізге көңіл бөлу керек. Жаттығу залына шықпай, тұлғаңызға сән беріп жүріп, аз тамақтанатын болсаңыз, оң нәтиже шықпасы белгілі. Бір көлемін 2 еселейміз. Егер салмақ қоса алмай жүрсеңіз, тағамдағы калорияны арттыру керек немесе көптеп жеу керек. Мысалы, күнделікті түскі ас кезінде бір тәрелке тауық еті қосылған тағам жесеңіз, енді 2 тәрелке жеу керек. Таңғы аста бір ғана жұмыртқа жесеңіз, оны да 2 еселеу керек. Энергиялық құнарлығы жоғары тағамдарды молынан жеу керек. 2 тамақ ішетін уақытты белгілеу. Салмақ жинау үшін ағзаның уақытқа үйретіп қою керек. Тамақ ішу керек және уақытымен. Ағза 2-3 сағат сайын калория қабылдап отыруы тиіс. Естен шығып кетпес үшін оятқышты пайдалануға болады. Әсіресе таңғы асты ұмытуға болмайды. Ұйқыдан тұрған соң 15 минуттан кейін ағзаға калория керек. 3 үлкен ыдыстар. Күнделікті азықты 2 еселеудің бір әдісі бар. Оның құпиясы сіз тамақ ішкен ыдыс аяқта. Егер тәрелкеңіз кішкентай болса, үлкен тәрелкеге алмастырыңыз. Қасық кесеңізді де үлкейтіңіз. Бастысы көзді үйретіп алсаңыз болғаны, бара-бара асқазаныңызда үйренісіп кетеді. 4 жаттығудан кейінгі дастархан. Жаттығудан бұрын залдан шыққан соң, тамақ ішу керек деген қағиданы естен шығармаңыз. Жаттығудан кейінгі аштықты жеңемін деп ойламаңыз. Ағзаны калориямен толтырып отыру керек. Ағза жаттығудан кейінгі жеген асты тойымсыздықпен қабылдайды. 5 жоғары калориялық азық-түлік. Салмақ қоса алмай жүрген жігіттер калориясы көп тамақтарды жеу керек. Егер калориясы төмен тамақтарды көптеп жеген жақсы деп ойласаңыз, қателесесіз. Соңғы әдіспен тамақтансаңыз, ас қорыту жүйеңізді бүлдіріп аласыз. Бұлшықет мұндай әдіспен салмақ қоспайды. Жоғары калориялы тағамдардың тізімін жасап көрейікші: жаңғақ майы, бал, тазартылмаған сұлы, ет, тауық жұмыртқасы және кептірілген жеміс-жидек. Мәзіріңізге бұл тізімдегі тағамдар көптеп жазылса, ағзаңыздан оң нәтиже көре аласыз. Тұтас жемістерден гөрі одан жасалған тағамды жеп көріңіз, одан еспе жасап, дәрумен ретінде пайдаланыңыз. Сұлы жармасы, попкорн, калориясы аз сорпадан, жылдам даярланатын тағамдардан аулақ болыңыз. Олар адамды тез тойдырып, тез қарын аштырады. 6 жазып жүру керек. Жігіттерге не ішіп, не жегенін жазып жүру бір түрлі көрінуі мүмкін. Дегенмен құнарлы тағамдарды жазып жүрсеңіз, бойыңыздан біршама өзгеріліз. Апта соңында таразыға өлшеніп, сәйкесінше салмағыңызды да түртіп отырыңыз. Қанша калория жинағаныңызды да көре алатын боласыз. 7 уайым жейді. Тамақтанғанда ештеңе ойламау керек. Дастархан басында кітап, газет оқу, смартфонға телміру, жаңалық тыңдау семіремін деген адамға кері әсерін тигізеді. Ойдың бөлінуінен тәбетте жоғалады. Басыңыздағы мәселелерді тамақ ішіп отырып ойлау қауіпті. Жақсы дүниелер ойлап тәбетпен азықтану керек. 8 тамақ ішпей жаттығу жасамаңыз. Ұйқыдан тұра сала, су ішіп алып, жаттығу залына кіріп кету қателік. Немесе күн ұзақ нәр татпай, алаңда жүгіру қауіпті. Жаттықпас алдын 3-4 сағат тамақтану керек. Бұл жағдайды жанар майы жоқ немесе түгесілген көлікке теңеп көрейік. Ішінде жанатын майы жоқ көлікпен алысқа ұзап бара алмайсыз ғой. Міне, ағзада сондай дәруменге толмаған денені жаттығу залында зорлықпен жаттықтыра алмайсыз.